Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге миллион кімге бұйырады ойынының кезекті шаблонымен таныстырамын. Шаблонымыз 21 слайдтан тұрады. Жалпы сұрақ саны 10 сұрақтан тұрады. Мен барлық ойындарым сияқты бұл ойындарды да мына жерде сұрақ жазу деген жерге сұрағыңызды жазасыздар. Дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауабын жазамыз, қате жауапқа қате жауабын жазамыз. Осылай бәрін толтырып шығамыз. Мысалы, мен бір нені жазып көрсетейін. Мына жерде сұрағын жазамыз. Мысалы, бірінші сұрағымыз. Қазір қазақ тілінде. Теңізде қандай тас болмайды? Бірінші сұрағымыз. Мына жерде бізде 50-50 басқан кезде жабатын екі анимациямыз бар. Осыны ашып тұрамыз. Ашып тұрып, бірінші варианттарын жазып аламыз. Мына жерге дұрыс жауабын бірінші жазайын. Теңізде қандай тас болмайды? Теңізде құрғақ тас болмайды. Соны жазайық. Бірінші. Құрғақ. Енді мына жерге А вариантына мысалы бір вариантты қарастырайық. Мысалы, майда тас болмайды деген сияқты. Майда. Одан кейін теңізде тағы қандай тас болмайды? Мысалы, жылтыр тас болмайды деген сияқты. Жылтыр. Одан кейін тағы бір вариант. Теңізде қандай тас болмайды? Ақ тас болмайды деп мысалы да. Осындай варианттан қарастырамыз. Одан кейін мына жерде 50-50 екеуін жабамыз. Осылай барлық сұрақтарды жазып шығасыздар. Мысалы, мына бірінші сұрақты біз бірінші сұрақ деп алатын болсақ, оны былай бірінші сұрақты белгілеп алсаңыздар болады. Ал енді осы ойынның қандай ойналатынын көрсетейін, қалай басталатынын. Алдымен ойынды бастау дегенге басамыз. Одан кейін мына жерде бізге бірінші сұрағымыз шығады. Одан кейін мына жерде варианттарымыз тұр. 50-50